Кешірші мені аға. Екінші бөлім. Біздер бөлек тұрып, білгенімізше өмір сүре бастадық. Ағам үнемі келіп кетіп хабар алып жүрді. Көліктің несиесін төлеп жүріп, отбасымда асырау қиынға соқты. Бірақ ағамнан ақша сұрауға қысылдым. Ағама бармай кім көрінгеннен ақша сұрап, несиемді жауып жүрдім. Жоқшылықта өмір сүре бастадық. Күнде бір қарыз берген адамдарым келіп, есігімді тоқылдатып тұрып алды. Келіншегім бұл сұмдыққа төзе алмай жүйкесі жұқара бастады. Содан маған келіп, ана ағаңа барып ақша сұрасаң қайтеді деді. Мен сұрамаймын дедім. Осылай үйге тығылып өмір сүреміз бе? Олардың да өз өмірлері бар емес пе дедім мен. Ай сайын 300 мың тауып отырған жоқ па? Жеңгең әр келген сайын біздің үйге тамсанып қызығып кетеді. Ағаң сол қатынның қалауын орындағысы келіп, үлкен үй соғуға ақша жинап отырған болар. Аздап шетінен бере тұрсын. Бармаймын, бітті. Әйелім екеуміз осылайша күнде дауласатын болдық. Содан әйелім бір күні қолыққа басып, баламды анам мен ағамның үйіне жіберіпті. Үйге келсем, әйелім атылғалы тұрған бомба секілді мені қарсы алды. Қара, мына балаңды қарашы. Балаға не болды? Не болып қалды тағы дедім. Бүгін әжесінің үйіне жібердім. Содан не болды? Жеңген қатып қалған қара нан мен тек қана қара су беріпті. Итке жуынды бергендей деді. Қойшы, олай бола қоймас деп мен сенбедім. Міне қарасаңшы, ішегі бір-біріне жабысып қалғалы тұр. Айттым ғой, бар бәле ана қатында. Аналарға андай үй алып бердің, маған да салып бер деп, әбден ағаңды бізге қарсы айдап салған. Жеңгем ондай адам емес дедім мен. Екеуміз дауласып тұрғанда, балам шырылдап жылап жіберді. Әйелім жұлқынып жүріп, тамағын беріп ұйықтатты. Сол сәтте ағам мен жеңгемнің балама бұлай жасағандарын түсіне алмадым. Сенгім де келмеді. Көңілім күпті боп, бір түрлі өкпе реніш пайда бола бастады. Бірде қарызын бермей жүргенім үшін бір танысым қасына 3 жігітті ертіп келіп, мені ұрып соғып қорқытып кетті. Көзім ісіп, бетім көгеріп, аузы басым қанға малынып, үйге барғанымда әйелім шошығаннан шыңғырып жіберді. Ойбай, саған не болды? Әлгі Самат қой, қарызын бермегенім үшін ұрып соқты дедім. Болды, жетер, шаршап кеттім бәрінен. Олар бір күні балам екеумізді де өлтіріп кетуден тайынбайды. Жетер енді, дәл қазір ағыңа барып ақша алып қарызыңды төлейсің. Не болмаса баламды алып мен бұл үйден кетемін. Қорқынышпен өмір сүргім келмейді деді әйелім. Осылайша шарт қойып табан тіреп тұрып алды. Бір жағынан жанымды жеп біткен қарыздан өзім де оңай жолмен құтылғым келді. Ақыр соңы ағамның алдына баруға мәжбүр болдым. Менің түрімді көріп анам жылап жіберсе, ағам әлгі Саматты атуға дайын тұрды. Неге ол сені ұрып жүр? Не істедің сен оған? Сене қандай ақысы бар деп ағам сұрақтың астына алды. Аға, мен оған ақша қарызбын. Соны төлей алмай жүрмін. Сол үшін құр соңынан қалар емес дедім. Не дейсің? Ол ақшаны не істедің сен? Айлығың күн көрісіңе жетпей ма? Жетпеген соң алдым ғой аға. Аға, бұл жолы маған қарызға ақша бере тұршы, өтініш сізден. Үйдегі келініңіз қарыздан құтылмасаң, баламды алып кетемін дейді. Ерлі зайыптылар бір-біріне қиын қыстау кезде демеу болу керек емес пе? Басыңа қиындық түссе, ат-тонын ала қашатын әйелдің керегіне? Отбасы болған соң, ыстығы да суығы да бірге жүреді. Кетсе кете берсін деді ағам. Аға, өтініш сізден. Маған соңғы мүмкіндік беріңізші деп тұрып алдым. Саған берер ақшам жоқ, кет үйден, қане шық деді ағам. Мен ашуланып, қарада тұр, осыдан кетсем, бұл үйге қайта қадам баспаймын дедім. Сонда ағам, кетер алдыңда айналаңа жақсылап көз жүгіртші. Бәлкім сонда мені түсінерсің деді. Бірақ мен сол айтқанымнан қайтпай, ашуға булығып шығып кеттім. Үйге құрғыл келгенімді көріп әйелім сөмкесін жинап кетіп қалды. Ішім удай ашып жеңілдеу үшін сыраханаға бардым. Қалтамдағы соңғы тиындарыма бір бөтелке арақ алып ішіп, масайып қалдым. Сол кезде жанымда ағамның қол астында істейтін бір таныс жігіт келіп отырды. Арыстан, мұның не сенің? Мына жүрісің дұрыс емес деді. Ненің дұрыс, ненің бұрыс емес екенін сен маған үйрете алмайсың. Сен кімсің деп мен оған тарпа басталдым. Тым болмаса ағаңды аясаң қайтеді. Енді менің ағам жоқ дедім. Неге олай дейсің? Ондай аға ешкімде жоқ. Сен үшін барлығында жасады. Өз інісін аямайтын, біреу өлтіріп кеткелі жүрсе де, інісі үшін ақшасын қимайтын ағама? Не айтып тұрсың? Ағаң сен үшін жанын беруге дайын. Сен өзің ағаңның жағдайынан хабардарсың ба? Оның қалай өмір сүріп жатқанын сен білесің бе? Қалай өмір сүреді дейсің бе?
айына 500 000 табысы бар адамда қандай қиындық болсын, шалқып тасып өмір сүріп жүрген болар дедім. Сендей інісі бар Дархан анаға жаным ашып тұр. Әттең, ағаңа уәде бергенбіз, әйтпесе бәрін бетіңе айтып салар едім. Не айтып тұрсың? Қандай уәдені айтып тұрсың дедім. Жібер мені. Саған шындықты айтқанмен сен ешқашан өзгермейсің. Сен тек жеке басыңды ғана ойлайтын өркөкірексің деді. Айт деймін. Ағаң әлі күнге дейін сенің үйінің қаржысын төлеп келеді. Саған үй алар алдында компаниядан 7 миллион ақша алған. Ай сайын 300 000 төлеу керек. Есек құсап жұмыс істеп бір тиынында жалақы алмайды. Ішерге асы, жеуге наны жоқ болған күндері де болды. Жігіттер жиналып ортадан ақша шығарып, бірнеше рет азын-аулақ азық-түлік апарып бердік. Мен бұл айтып тұрғандарына сенбедім. Осының барлығы да рас па? Сені алаңсыз өмір сүрсін деп, ағаң бізден осы сырды ешкімге ашпауымызды өтінген болатын. Тығырықтан қашатын емес, тығырықтан шығатын жол іздедім. Дереу ес жиып ағама бардым. Ағатайым, мені кешірші. Мұның бәрін неге маған айтпадың? Мендей бауырың болғанына кешірім сұраймын. Қайдан білдім бауырым? Кім айтты саған деп ол таң қалды. Ол жағы маңызды емес. Маған қателігімді түзетуге мұрша беріңіз. Міне үйдің кілті, сатыңыз дедім. Жоқ, сатпаймын, ала алмаймын. Осы күнге дейін бәріне төздім. Көбі кетіп азы қалды. Сататын болсам не үшін қиналып жүрмін деді ағам. Сол сәтте жеңгеме қатты риза болдым. Міне нағыз жар. Аш болса да шыдады, үнсіз төзді. Қиындықта қашып кетпеді. Ағамды, отбасын жалғыз қалдырмады. Сол күннен бастап мен анам мен ағамның жанында тұрдым. Ағам мені құрылысқа жолатпады. Әйеліме мен де шарт қойдым. Келсең кел, келмесең өзің біл дедім. Ол көп ұзамай өз еркімен қайта келді. Бір емес 3 тіс емханасында ауысымен жұмыс істедім. Қиналдым, ұйқы көрмедім, жұмыста да аш жүрдім. Бірақ мұның барлығы ағамның көрген азабының алдында түкте емес. Ай сайын 200 000 табыс таптым. Ағам мен отбасымды толықтай қамтамасыз етіп отырдым. Ағам болса қарызын өтеп жүрді. Осылайша ағам қарыздарынан 1,5 жылда құтылды. Екеулеп ақша жинап, ағам өз құрылыс жұмыстарын жүргізіп, маған жеке өзіме тіс емханасын ашып берді. Жұмысым малға баса бастады. Табысым көбейді. Өзіміз бөлек шықтық. Міне жақында ғана ағам мен анама арнап үлкен үй тұрғызып бердім. Қоныс тойын тойлап, астына шағында көлік мінгіздім. Ағам мен үшін аянбай жұмыс жасап, денсаулығынан айырылып қалды. Ерте қартайып, әлі кетіп қалды. Ендігі кезек менде. Мен анам мен ағам үшін барлығын жасауға дайынмын. Әр күн, түн сайын ішімнен ағамнан кешірім сұраймын. Әсерлі әңгімелер топтамасынан.